Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге әйне және достар, бүгін біздер өзіңіз көргендей зомбилардан қорғанылған, яғни дейтін қорғанысы бар үйді салатын боламыз. Алай болса давайте қазір сала берейік үйімізді. Салуымызды бастаймыз. Ең бірінші достар, біз үйдің ішін салуымыз керек, яғни давайте осындай доскалардан саласыздар. Үйді салу үшін сізге осындай заттар керек. Не осы менің инвентарымда тұрған заттар. Үшін достар, оларды осылайынан сала бересіздер. Сіздер 5 блокты осылайынан қоясыздар. Биіктігі 5 блок, яғни ал шетіне достар өздеріңіздің қалағандарыңызша сала бересіздер, яғни ол ешқандай маңызды емес. Шетіне қанша блок салсаңыздар да давайте мына жерде қалып кетіпті. Қазір біз достар бірінші үйдің өзін салып алатын боламыз, яғни қабырғаларын салып алайық. Бірінші қазір достар мен сіздерге көрсетемін. Осылайынан сала бересіздер. Негізі үйдің шеттері қандай болса да маңызды емес. Кейін сырттарын істегенде сіздер өздеріңіздің менен көріп істей аласыздар, ал іші онша жаңа айтқандай онша маңызды емес. Осындай достар сала берейік. Осылайынан мен үлкендеу қылып салатын боламын үйімді. Яғни үлкендеу болғанда қатты үлкен емес, енді бір орташа қылып саламын. Так достар, енді осы екі қабырғаны салып болғаннан кейін мына жағына қарай 5 блок санайсыздар, және де 5-ші блокты осылайынан қоямыз. Қазір достар міне былайынан қоямыз. Бұл жерде яғни достар терезе тұратын болады. Қазір былайынан қойып шығайық. Давайте былайынан қоямыз енді. Осылайынан қоямыз да мына жерге мына жерді бүйтіп толтырып жіберуіміз керек. Және де мына жерде қазір терезе қоятын боламыз достар, бірақ дәл қазір емес енді, бірақ қазір үшін дейтін қазір қойып көрсетемін достар, сіздерге қалай қою керек екендігін. Міне осылайынан және де мына жерге, яғни достар терезе деппін ғой, есік қоямыз достар. Бұл жерге шатасып кетіппін достар, ол үшін кешірім сұраймын әрине сіздерден. Және де былайынан қоямыз. Қазір енді мына жағына тағы да қоямыз достар. Қазір блок міне осы жерден есіктен осылайынан кіре бересіздер. Және де қазір мен сіздерге көрсетемін былайынан қою керек екендігін. Міне осылайынан қоясыздар. Және де былайынан қатты қысып жіберемеңіздер үйдің іші өйткені кішкентай болып қалуы мүмкін. Үйтіп қатты үйдің ішіне кіріп кетсе блоктар, міне осы жерден бүйтіп қоя беріңіздер. Давайте осылайынан қоя берейік бізде. Давайте осылайынан мынамен бірдей қыламыз. Сосын осы үйді мынамен бірдей болады. Ал енді достар, давайте осы жердегі қабырғаларды толтырып шығайық осылайынан. Достар, қабырғалардың барлығын салып бітірдім. Енді біздің үйіміз осылайынан көрініп тұр. Давайте қазір енді үйіміздің терезелерін салуға кірісейік. Достар, мен терезелерді осылайынан қоямын деп шештім. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, мүмкін үлкен терезе қойғыларыңыз келетін шығар. Сондықтан да өздеріңіз бүйтіп үлкен қылып қойсаңыздар да болады. Егер де үлкен қылатын болсаңыздар, терезелер көп кетеді, бірақ ағаштарыңыз әрине аз кететін болады. Сондықтан да өздеріңіз білесіздер. Мынаны сындырамыз. Және де достар, шетіндегі терезелерді былайдан қоясыздар. Яғни, өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Екі шетіндегі үлкен болады, ал артындағы және де алдындағылары онша үлкен емес, енді бір кішкентайлау болады сәл-сәл. Барлық терезелердің орнын қойып шықтым. Енді үйіміздің шатырын сала берсек те болады. Шатыр деген ең қиын жұмыстардың бірі, сондықтан да қазір мен оларды үшін шатырды салып жатқан жерімді достар сіздерге көрсетпеймін. Достар, мен шатырдың барлығын салып бітірдім. Енді әдем көрініп тұрған сияқты менің ойымша. Енді барлығы бірдей болып қалды. Сонда да енді қазір айналарды қойып болғаннан кейін, яғни терезелерді қойып болғаннан кейін әрине әдем көрінеді. Айтпақшы достар, мен текстур пак қойған болатынмын осындай Майнкрафтыма. Енді бұл кәдімгі Майнкрафтқа қарағанда әдемірек көрінеді деген үміттемін. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Яғни достар, мен үшін бұл кәдімгі Майнкрафттан әдемірек. Үшін дейтін давайте достар барлық терезелерді қойып шығайық. Мен мына жердегі терезелерді қоюды, терезелерге орын жасауды ұмытып кетіппін. Қазір давайте жасай салайық. Достар, шетіндегі терезелер осылай болып шықты. Енді давайте оларды қояйық. Яғни терезелердің орны әдемі көрініп тұр. Негізінде мен үшін өте әдемі бұл. Давайте былайынан қоямыз. Және де мына жағына қоямыз. Болды достар, енді шетіндегілер бітті. Bir кәдімгі екі көз сияқты, мынау немесе машинаның фары сияқты. Осы дейтін жарайды достар, не болса да. Қазір достар, мен үйдің ішінде тек қана полды ғана жасайтын боламын, яғни еденді, үйдің еденін, ал қалғандарын өздеріңіз енді өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай верстак, печка деген нәрселерді өздеріңіз қоя бересіздер. Оны мен көрсетпесем де болатын деген ойдамын. Енді білмеймін, сіздер тым нуб емес шығарсыздар, енді оларды қалай қою керек екенін білмейтін. Жарайды достар, сіздер білесіздер оны. Мен үшін дейтін, өздеріңіз қоя саласыздар оны. Мен жай ғана үйдің еденін ғана салуды көмектесемін сіздерге. Так достар, енді үйдің мына шетіндегі терезелер қалды, осыларды қойып шықсақ болды. Енді үйдің еденін салуға кірісе берсек болады. Жаңа ғана айтқан үйдің терезелерінің барлығын қойып бітірдім. Енді давайте үйдің еденін салуға кірісейік. Негізі үйдің еденін салу да қатты қиын емес. Сіздерге жай ғана мен бір ғана жерді көрсеткім келіп тұр. Сондықтан да үйдің еденінде салайық. Давайте осылайынан саламыз. Негізі өзгеше еш нәрсе жоқ. Кәдімгі еден саласыздар осылайынан ағаштан. Әрине енді ағашты
өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа ағаштарды да алсаңыздар болады, бірақ маған осы тұйық, яғни қалай айтсам болады екен достар, сәл қаралау ағашы ұнайды. Осыны маған. Давайте осылардың барлығын қойып шығайық. Осылайынан сіздер қара мен ақты екеуін үйлестіріп қойсаңыздар болады, немесе бұдан да қара ағашты. Содан кейін достар, мен сіздерге көрсеткім келгені мынау достар, осылайынан мына жағын жартысын осылайынан полублоктан жасайсыздар, өйткені бұл жақтың дейтін достар төбесі онша үлкен емес, сондықтан да осылайынан жасап қояйын деп шештім мен. Давайте осылайынан жасайық. Так, былайынан қоямыз. Осылайынан достар, айтпақшы достар, сіздер үйдің шатырын түсінбей қалған шығарсыздар, қалай жасау керек екен. Түсінесіздер ғой, не айтып жатырмын мен. Жарайды, осылайынан қойып шығайық. Давайте барлығын. Достар, мен үйдің еденін толығымен салып бітірдім. Енді үйді қорғайтын үйдің заборын салып шықсақ болды. Сонымен үйіміз бітеді. Біздің үйді қорғайтын қабырғаларды салу үшін ең алдымен достар, үйдің сыртын осылайынан бір блок қылып қасып шығасыздар. Ол өте оңай енді. Осылайынан қасып шығайық. Айтпақшы достар, сіздер бұл үйді выживанияда салсаңыздар да болады, бірақ енді выживанияда сәл-сәл ғана қиындау болады. Драконды өлтірулеріңіз керек деген сияқты. Ол үшін дейтін выживанияда салу сіздерге бұл үйді қиындау болады сәл, бірақ творческийді салып, кейін достарыңызбен егер де төбелесетін болсаңыздар, әрине оңай болады. Творческийді төбелесетін болсаңыздар деппін ғой, творческийді егер де үй салатын болсаңыздар, осындай үй салсаңыздар болады. Енді осылайынан қасып шығасыздар. Менде кішкентай жер қалды осындай қазатын. Давайте осыларды қасып шығайық барлығын. Жерді қасып болғаннан кейін ол жерге осындай блок магмой дегендерді қойып шығасыздар. Осылайынан барлық үйдің шеттерін қоршап шығамыз қазір. Олар енді көп уақыт, бұл да көп уақыт болмайды, бірақ бұл блок магмой дегенде сіздер тозақтан алып келулеріңізге тура келеді. Тозақта көп болады, бұндайлар кәдімгі әлемде өте сирек кездеседі. Тауып алсаңыздар, әрине кәдімгі әлемнен тапсаңыздар да болады. Давайте енді қазір қоршап шығайық осылайынан барлығын. Осындай қисық қойып кететін блоктарды жек көремін. Негізінде мен бір блоктың кесірінен барлығын сындырып айтып тұрсам тағы да қойылып тұр достар. Бұндай нені телефонда сылу өте қиын. Достар, давайте осылайынан салып шыға берейік барлығын. Так, давайте осылайынан және мына жаққа келеміз. Осылайынан қайырламыз да. Біттік достар, біз уже. Енді мынау есіктің алдында достар, осылайынан біз дейтін колонна қоямыз. Яғни қазір көрсетемін достар не екенін. Осындай блок кирпича деген ба, әйтеуір сондай рөле каменный кирпич дегенде аласыздар, яғни осындайды аласыздар да және үйіңіздің алдына осылайынан қойып шығасыздар. Және мына жерге қоямыз, давайте мына жерге қойайық енді тағы да біреуін. Және осылайынан барлық жерге достар әр 4 блок сайын қоясыздар. Яғни достар, бір колоннадан кейін 5 блок санайсыздар, және де сол 5-ші блокқа тағы да осындай бір колонна қоясыз. Қазір достар, енді мен де солай барлығын қойып шығамын. Колонналардың барлығын қойып бітірдім. Енді біздің үйіміздегі ең қымбат нәрсе ол осындай нәрсе достар. Ол атағандай екен білмеймін енді. Осындай нәрсені қоясыздар. Осылайынан достар, как будто сіздің үйіңізді тоқ қорғап тұрғандай болады. Қазір көрсетемін достар сіздерге бір колоннаның қандай, яғни екі колоннаның қандай көрінетінін. Достар, осындай өте әдемі көрінетін болады. Қазір енді мен осылайынан барлық үйімді қоршап шығатын боламын. Үйімнің яғни айналасын барлығын қоршап шығатын боламын. Достар, мен үйімді толығымен осындай нелерден қоршап шықтым. Енді қазір өзіміздің үйімізді тексеріп көретін боламыз. Қалай менің үйім қалай қорғайды екен зомбилардан. Қазір достар, мына жерге келеміз де есік қойып алайықшы бірінші үйімізге. Мынандай желездің есік қоясыздар. Және достар, міне есіктің алдында осындай кнопкаларды толтырып тастадым мен. Өйткені олар кәдімгідей, білмеймін, сізге может керек болып қалуы мүмкін. Оларды зомбилар қолдана алмайды, сондықтан да сіздер қоя аласыздар оны. Енді осылайынан кнопканы бассаңыз, есігіңіз ашылады, және сіз үйіңіздің ішіне оп-оңай кіріп кете аласыз. Ішінен де сондай қылып толтырып қойып тастадым. Ол кнопкалар өте қатты қымбат деп айта алмаймын, сондықтан да қымбат емес негізі ондай кнопкалар, сіздер оны оңай жасай аласыздар. Сондықтан сондай кнопкаларды сіздерге де қоюды ұсынамын. Давайте қазір достар, енді өзіміздің үйіміздің алдында осындай кадаврларды толтырып шығарайық, яғни бұлар да зомби ғой. Енді давайте осыларды толтырып шығарамыз. Қазірдің өзінде достар өліп жатыр. Олар тоғырып жатқан сияқты, міне достар, қараңыздар. Осылайынан алдына келіп тұрады, өздері өле береді. Яғни қазір давайте біз выживанияға қойық, сол кезде көреміз, олар бізді өлтіре ала ма, өлтіре алмай ма. Міне достар, өздері біздің алдымызға жүгіріп келеді. Алдына қатты барсаңыздар, достар, сіздер ұра алады екен, бірақ қатты бармайсыздар деген ойдамын. Енді сіздер осылайынан алдында тұра
бересіздер, ал олар өздері келіп өле береді. Сіздер даже ұрмасаңыздар да болады. Міне достар, мен ұрып жатқан жоқпын. Иә, олар өздері өліп жатыр. Міне осы үшеуі. Енді барлығы өле алмайды, өйткені барлығы сыймайды бұл жерге. Бірақ егер 2-3 зомби болатын болса, олар өздері келіп өліп қалады. Ол үшін біздің видео осындай болды достар. Біздің үй осындай. Енді сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы үй видеодан ұнаған деген ойдамын. Ол үшін достар, видеоға лайк басып ары қарай келуді ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды аяқтаймыз. Ол үшін давайте.